Құрметті оқырмандар, барлықтарыңызға сәлем. Біз нақты жол ережесін қарастырайық. Мына ситуацияда бізде мына жаңағы ДПС деген ол патрульная полиция, біздің КАИ қызметкерлері. Ол дыбыстық сигналын қосқан кезде ол ешқандай жол белгісіне қарамайды және басымдыққа ие болады. Сондықтан ол бірінші жүреді. Енді қараңыз, мына екі көліктен қайсы көлік бірінші жүреді? Мына бетте негізі тұрған көлік барлық көліктерге жол беру керек. Себебі тұрғын аймақ деген белгі, тұрғын аймақтан шығып келе жатқан көлік жол беру керек негізінде. Енді қараңыз, мынау қызыл көлік солға бұрылайын деп тұр, жүк көлігі тура жүрейін деп тұр. Жүк көлігі тура жүрген кезде мына жерде болады. Қараңыз, міне қызыл автокөлік солға бұрылды делік, сол кезде жүк көлігі оған оң жақтан кедергі болып шыға келеді. Сол себепті бірінші жүк көлігі жүреді. Реттеушінің сигналын қараңыз. Реттеуші тұр, міне, реттеуші тұр. Енді қараңыз, қайсы көлік бірінші жүреді? Бірінші болып бізде мына трамвай жүреді. Себебі реттеуші мына көлік бар ғой, ақ көлікке солға бұрылуға рұқсат беріп тұрған жоқ. Ол солға бұрылғысы келіп тұр, мына ақ көлік жүргізушісі. Бірақ реттеуші оған тек тіке жүруге рұқсат беріп тұр. Сондықтан трамвай бірінші жүреді. Келесі жағдайды қарастырайық. Мына жерде тұрғын аймақ деген белгі, тұрғын аймақтың бітуі деген белгі, содан көк автокөлігіміз тұрғын аймақтан шығайын деп тұрғаны белгілі болды. Енді ол мына жолдағы барлық көліктерге жол береді. Бұл жерде, мына ситуацияда бізде мына жасыл түсті автокөлік пен мотоциклдің қайсысы бірінші жүреді деген сұрақ туындайды. Бұл жерде қараңыз, қайсысы оң жақтан кедергі болады? Әрине, мотоцикл мына жасыл автокөлікке оң жақтан кедергі болады. Енді қараңыз, бірінші мотоцикл жүреді. Сосын барып жасыл, сосын көк. Құрметті оқырмандар, міне төмен ұшатын ұшақтар деген ескерту белгісі, сіздер білесіздер, мен ескерту белгісін сіздерге айтып жүрмін. Төмен ұшатын ұшақтар деген ескерту белгісі. Ол белгіден қорқудың мүлдем қажеті жоқ. Енді қараңыз, трактор тұрған жерде жол бер деген белгі, көк автокөлік тұрған жерде басты жол деген белгі, және мына көгілдір түсті автокөлік тұрған жерде басты жолдың схемасы тұр. Басты жол мен басты жолдың схемасы тұр. Басты жолдың схемасына қарасақ, бізде басты жол мына жол және мына жол. Енді осы екеуінен қайсысы бірінші жүреді? Әрине, көгілдір түсті автокөлік бірінші жүреді. Сосын бар көк түсті. Құрметті оқырман, енді мына ситуацияны қарастырайық. Бізде ешқандай белгі жоқ болғандықтан бізде қай көлік бірінші жүреді? Бұл тең дәрежелі қиылыс. Оң жақтан кедергіні өткізу керек. Бірақ біз білеміз, тең дәрежеде трамвай всегда бірінші жүреді. Енді ақ көлік жүреді. Құрметті оқырмандар, біздің мына жерде ситуацияны қарасаңыздар, өте қызық ситуация. Трамвай светофор туралы сіздер білетін шығарсыздар, Трамвай светофорын мен айтып жүрмін. Трамвайдың мына светофор тұр ғой, осы тура жүруге рұқсат беріп тұр осы қазір трамвайға. Түсіндіңіз ба? Және мына көлікке рұқсат беріп тұр. Жасыл түсті светофор. Енді қараңыз, жасыл жанып тұр. Қайсысы бірінші жүреді мына екі көліктен? Кім біледі? Әрине, бірінші трамвай жүреді. Всегда тең дәрежеде бірінші трамвай жүреді. Құрметті оқырман, мына жерде жол жұмыстары жүріп жатыр. Мына белгі қандай белгі? Комментарийға жазыңыздар. Мына екі белгі, екі түрлі белгі. Біреуі ескерту белгісі, екіншісі нұсқаулық белгісі. Дұрыстап комментарийға жазыңыздар.
атауларын. Енді қараңыз, міне жолақ, жүру жолағы. Мынау қарсы бағыт жүру жолағы. Мынау сіздің бағыттың жүру жолағы. Мына жасыл түсті автокөлік. Екеуі де жасыл ғой енді. Бірақ мынау джип дейді, мынау жеңіл машина. Мына джип жүріп келе жатқан жолақта кедергі пайда болды. Жол жұмыстары жүріп жатыр. Енді қайсы көлік бірінші жүреді? Жасыл түсті автокөлік бірінші жүреді. Неге? Себебі ол өзінің жолағында келе жатыр. Естеріңізде болсын, сіз егер жүріп келе жатқан кезде жолақ ауыстыратын болсаңыз, вообще просто кедергі пайда болмаса да өзіңізге жолақ ауыстыру керек болса, сіз всегда мына жолақпен жүріп келе жатқан көліктердің барлығына жол беріп барып, жолаққа перестроение деп аталады, ол жолақ ауыстыруды жасайсыз. Келесі жағдайды қарастырайық. Мына жерде бізде міне не тұр? Жол бер деген белгі тұр, қарамаңыздар. Мына екі жол, екінші дәрежелі жолдар деген сөз. Мынау басты жолдар, негізгі жолдар. Енді қараңыз, негізгі жолдардағы екі көлікті қарастырайық. Оң жақтан кедергіні жібере көрек. Мына автобус оң жақтан кедергіні жібереді. Сосын барып өзі жүреді. Енді мына екеуінен де то же самое. Оң жақтан кедергіні жіберу керексіз. Құрметті оқырман, мына жерде бізде светофор жанып тұр. Негізгі секция жасыл жанып тұр. Мына жерде қосымша секцияда жасыл жанып тұр. Сіз негізгі секция жасыл жанса жол бересіз, жол бермейсіз. Құрметті оқырмандар, мынау қазір өте қиын жағдай болып жатыр. Енді көбіміз ауырып жатырық. Сіздерде денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Жол ережесін түсініп, осы мысалы ауырған кезде де YouTube қарап, осындай видеоларды қарап жатсаңыздар, өздеріңізге өте пайдалы болады. Біздің ПДД Қазақстан ұжымының көмегі тиіп жатыр деп ойлаймыз. Біздің видеоларымыз өте пайдалы. Қарап, осындай видеоларды қараған кезде сіз бүкіл жолдағы ситуацияны, сол ситуацияда өзіңіз болғандай болып, солай жүресіз. Спокойно ертең көлік айдаған кезде де сіз қиналмай айдай аласыз. Мына ситуацияда, мысалы, сіз ақ көліксіз, ақ түсті автокөліксіз, мына жерге тұрдыңыз, тоқтап тұрып барып жүру керек деген белгі. Движение без остановки запрещено деген белгі. Сіз мына белгінің алдында тоқтауыңыз керек, сосын барып ешқандай кедергі болмаса жүрісіңізді жалғастырасыз. Бірақ міндетті түрде тоқтау керек. Енді қараңыз, жүк көлігі солға бұрылайын деп тұр, мотоцикл солға бұрылайын деп тұр. Енді қараңыз, екеуі де басты жолда тұр. Кім бірінші жүреді? Әрине жүк көлігі бірінші жүреді. Одан кейін мотоцикл,